Сәлем достар, бұл қарапайым математика және сіздермен бірге мен, Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 24-ші логикалық есепті шығарамыз. Құрметті достар, біз Мейірбек физика математика орталығы, Мейірбек.физмат.орталығы Instagram парақшасында әр жексенбі сайын Орал уақыты бойынша сағат 14:00-де логикалық есептерді жариялап отырамыз. Және сол күні, жексенбі күні сағат 22:00-де жеңімпаздарымызды анықтаймыз және жеңімпаздарымызға арналған ақшалай сыйлықтарымыз бар. Ендеше кезекті номер 24-ші логикалық есепті сіздерге түсіндірмекшімін. Есептің берекемен танысып болайық. Так, 3 бала жолға шықты. Баратын жерлері бір және үшеуі бір уақытта жетуі керек. Үшеуінде бір ғана велосипед бар. Абылай, Дархан, Бекзат сәйкесінше жаяу 4 км/сағат, 5 км/сағат, 3 км/сағат жылдамдықпен жүреді. Ал велосипед тепкенде сәйкесінше 10 км/сағат, 8 км/сағат, 12 км/сағат жылдамдықпен қозғалады. Велосипедке бір адам ғана отыра алады. Велосипедке кезектесіп отырып 20 км қашықтықты үшеуі қанша уақытта жүріп өтеді? Жолда демалуға болмайды. Так, біздер деген есептің берілгені бойынша сызба құрастырдық. Мына жерде бұл деген барлық жүретін жолы. Т дегеніміз барлық жұмсайтын уақыты, X дегеніміз ол тек қана Абылайдың велосипедпен жүретін уақыты, Y дегеніміз ол Дарханның велосипедпен жүретін уақыты, ал Z дегеніміз ол Бекзаттың велосипедпен жүретін уақыты. Так, одан кейін енді осыған байланысты теңдеу құрастыруымыз керек. Қараңыздар. Олар 10 км/сағат жылдамдықпен, ол кім бізде? Абылайда. Абылай 10 км/сағат жылдамдықпен X уақытта велосипедпен жүреді. Қосылған, енді жаяу жүретін уақыты бар ғой. Жаяу жүретін жері бар. Қараңыздар. Біз барлық уақыттан велосипедпен жүретін уақытын азайтамыз. Содан кейін оны жаяу жүретін жылдамдығына көбейтеміз. Сонда деген мына жерде деген велосипедпен жүретін жолы, ал мына жерде жаяу жүретін жолы. Екеуін қосқан кезде барлығы 20 км жүреді. Так, бұл тек қана Абылайдікі, енді Дархандікін табу керек. Дархан деген 8 км/сағат жылдамдықпен Y уақыт велосипедпен жүреді, ал енді жаяу жүретін жолын табуымыз керек. Ол үшін барлық уақыттан велосипедпен жүретін уақытын азайтамыз да, оны жаяу жүретін жылдамдығына көбейтеміз. Сонда ол деген 20 км жүреді. Ол да 20 км жүреді. Келесі бізде Бекзат соңғысы. Бекзат та 20 км жүреді. Енді оны теңдеуін құрастырайық. Ол 12 км/сағат жылдамдықпен велосипедпен Z уақыт жүреді және оған ол деген жаяу жүретін жері бар да. Біз деген барлық уақыттан велосипедпен жүретін уақытын азайтамыз да, жаяу жүретін жылдамдығына көбейтеміз. Сонда деген велосипедпен жүретін жолы бар, жаяу жүретін жолы бар. Соның бәрін қосқан кезде 20 км. Енді соңғы теңдеуіміз не? Соңғы теңдеуіміз ол тек қана велосипедпен жүретін жолына байланысты біз теңдеу құрастырдық. Қараңыздар. Бізде ең біріншісі кім? Абылай. Абылай 10 км/сағат жылдамдықпен X уақыт велосипедпен жүреді. Келесі бізде Дархан. Дархан 8 км/сағат жылдамдықпен Y уақыт велосипедпен жүреді. Соңғысы бізде Бекзат. Бекзат 12 км/сағат жылдамдықпен Z уақыт аралығында велосипедпен жүреді. Осы жүрген жолдардың барлығын қосқан кезде бізде 20 км жүреді. Қараңыздар. Бұл деген велосипедпен жүрген жерімен жаяу жүрген жері, велосипедпен жүрген жерімен жаяу жүрген жері, велосипедпен жүрген жерімен жаяу жүрген жері, және мына жерде тек қана велосипедпен жүрген жерінің барлығын қосып біздер 20 км-ге тең деп алдық. Енді ең бастысы мына жерде теңдеуімізді құрастырдық, теңдеулер жүйесін құрастырдық. Енді мына теңдеуді ары қарай шығару керек. Ол үшін мына жақшаны ашу керек. 4-ті т-ға көбейтеміз, 4-ті -x-қа көбейтеміз. 4 көбейтілген т ол сол күйінде қала береді мына жерде 4 плюс 4-ті деп. Ал қараңыздар мына жерде 4 көбейтілген -x деген ол -4x болады. Сонда 10x - 4x. 10-нан 4 азайды деген сөз ғой. Ол 6x болады. Келесі 5 көбейтілген т деген ол дәл сол күйінде қала береді. Так, 5-ті -y-ға көбейткенде -5y болады. 8y-тан -5y-ті азайтқан кезде бізде 3y қалады. Жазып қойдым. Так, тең болады 20. Әрқайсысын оған теңейміз. Одан кейін мына жақшаны ашқан кезде 3-ті т-ға көбейтеміз, 3-ті -z-ға көбейтеміз. 3-ті т-ға көбейткенде ол 3-ті болады. Ал 3-ті -z-ға көбейткенде -3z болады. 12z-тан 3z-ті азайту керек. Сонда деген 9z болады. Так, мына алғашқы 3 теңдеуді түрлендірдім. Олардың жақшаларын аштым, ұқсас қосылғыштарын біріктірдім. Енді соңғы теңдеуді дәл сол күйінде қалдыра береміз. Дәл сол күйінде қалдырдым. Одан кейін мына жерден x-ті табуымыз керек. X-ті т арқылы өрнектейміз.
y-ті т арқылы өрнектейміз, z-ті т арқылы өрнектейміз. Ол қалай? Ол үшін мына плюс 4-ті келесі жаққа шығарамыз. Сосын оны деген мына жерде 6 көбейту деп тұр ма? Мен оны келесі жаққа шығарған кезде бөлу болып кетеді. Бөлу 6 болады. Сонда қараңыздар. 20-да азайтылған 4-ті. Мына плюс 4-ті мына жаққа шыққанда минус 4-ті болады. Осы мына жерде көбейту 6, келесі жаққа шыққан кезде бөлу 6 болады. Дәл сол сияқты мыналар дәл солай болады. Мына плюс 5-ті келесі жаққа шыққан кезде минус 5-ті болады. Осы оны 3-ге бөлу керек міне. Одан кейін мына жерде плюс 3-ті келесі жаққа шыққан кезде минус 3-те болады. Содан кейін оны 9-ға бөлу керек. Мен дәл осылай x-ті, y-ті, z-ті т арқылы өрнектедім, міне жаздым. Енді осы тапқандарымды соңғы теңдеуге барып қоям. X-тің орнына мынаны қоямын, y-тің орнына мына жердің қоям, ал z-тің орнына мынаны қоям. Сөйтіп, орындарына қойған кезде менде мынандай теңдеу пайда болады. Осы теңдеу бізде деген бір айнымасы бар теңдеу, яғни тек қана т деген әріпті сұрап тұр. Біз оны табу үшін, оны біз деген төменгі класстардан білеміз, оны деген ортақ бөлімдерін келтіреміз. Одан кейін ары қарай ықшамдаған кезде біздің т уақытымыз 3,98 сағатқа тең болды. Жауабы былай сонда. Велосипедке кезектесіп отырып 20 км қашықтықты үшеуі 3,98 сағат уақытта жүріп өтеді. Қарапайым тілмен айтқан кезде үшеуі бір жерден бастады, осы жерден бастады да, мысалы. Сосын деген біресе Бекзат отырады велосипедке, біресе Дархан отырады, біресе тағы Абылай отырады. Үшеуі велосипедке кезектесіп отырып, үшеуі де баратын жеріне бірге жету керек. Мына, олар үшеуі де әйтеуір велосипедтерін алмастыра отырып, бір уақытта үшеуі де бірге жетеді. Мінекей, таптық. Сонда деген жауабымыз таптық, жауабы 3,98 сағат. Сонымен біздер есебімізді шығардық. Сіздерге көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған математиканы барынша оңай түсіндіруге тырысып жүрген ұстаздарыңыз Мейірбек Жоламан. Келесі кездескенше.